сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Мен бүгін тапсырыспенен осындай қазақи көйлекті тігіп бітірдім. Мынау жилеткасы бөлек тігілген. Сосын жеңнің ішіне бұрынғы сияқты емес, кішкене үлгісін өзгертіп, осындай қылып салдық. Гүл сияқты болып тұрады. Мұнда балалардың жүріп тұруына, отыруына бәріне ыңғайлы, қолдарына, жағасына. Сосын осылай қылып салдым. Оюларды өзім ойып, өзім жасап бастырдым. Етектеріне де осындай кең етекті көлбіреп тұрады оны. Осындай кереметтай әдемі көйлекті бітірдім. Енді мен қазір осыған басына сәукеле сияқты қылып, сәукелесін пішіп даярлап алдым. Қазір қусыруға оюларында өзім ойып жапсырып қойдым. Қазір осы сәукелесін тігейін деп отырмын. Сіздерге ұнап жатса лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Халқымыздың ұлттық киіміне деген ықыластарыңызды білдіріп отырыңыздар. Міне, өнерді үйренде жирен дейді. Үйренгілеріңіз келгендеріңіз бұның қалай пішіліп тігілуін сабақ үйретейін. Оны дағы тіркеп айта кетіңіздер. Осы менен бүгінгі менің бір жұмысым аяқталуға жақын. Мен қазір мына сәукелесін қусырып, мына жеріне моншақтар тігемін.